Армысыздар құрметті білім алушылар, бүгін сіздермен ежелгі Римнің тарихын қарастырамыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы Рим жерорта теңізінің Апеннин түбегінде қалыптасты. Түбектің оңтүстік бөлігі алғашқы кездерде бұзаулы ел деп атала бастаса, кейіннен толыққанды түбек Италия деген атауға ие болды. Жалпы Римнің тарихын біз бірнеше дәуірге бөліп қарастырамыз. Соның ең алғашқысы патшалық дәуір деп аталады. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 753 және біздің заманымыздан бұрынғы 509 жылдар аралығын қамтиды. Түрлі аңыздарға сүйенетін болсақ, патшалықтың ең алғашқы патшасы Ромул болған, ал патшалықтың ең соңғы патшасы Траквини болған деседі. Траквини туралы Тит Ливийдің еңбегінен жақсы білеміз. Тит Ливий Траквини туралы былайша сипаттап қалдырады. Ол өте жауыз, әрі адамгершілігі төмен болған. Римдіктердің бір шамасын дарғасып, біразын қуып жіберіп отырды. Осыған наразы болған римдіктер Траквини және оның отбасын Римнен толыққанды қуып шыққан. Осы сәттен бастап римдіктер патша сайламауға шешім қабылдаған деседі. Ал Рим республика деп жарияланады. Осылайша Римнің екінші дәуірі басталады. Нақтырақ айтатын болсақ, республикалық дәуір біздің заманымыздан бұрынғы 509 жылдан басталып, біздің заманымыздан бұрынғы 27 жылға дейін созылған болатын. Рим республикасында мемлекеттік құрылыс қалыптасып, және билік басында халық жиналысы, сенат, магистраттардың өктемдігі жүре бастады. Әсіресе шешілетін мәселесіне байланысты халық жиналысы үш түрге бөлінді. Олар курия, центуриат және триба деп аталған. Әрқайсына қысқаша тоқталып өтейік. Мәселен, курия ол ру бірлестіктердің жиналысы. Онда әсіресе отбасы қатынастарының мәселесі шешілетін еді. Ал екіншісі патрицийлер мен плебейлердің жиналысы центуриат деп аталды. Нақтырақ айтатын болсақ, патрицийлер деп ежелгі Римнің байырғы халқын атаса, ал жан-жақтан көшіп келген халықты плебейлер деп атаған. Міне, бұлардың жиналысында негізінен жоғарғы лауазым иелері сайланды. Одан бөлек бітім және соғыс мәселелері қарастырылған болатын. Үшінші жиналыс түрі триба деп атап өттік. Жалпы трибаға барлық Рим азаматтары қатысты. Сонымен қатар бұл жерде заң жобалар талқыланды. Одан бөлек төменгі лауазым иелері сайланған болатын. Тіпті халық жиналысында консулдар да тағайындалып жатты. Консул дегеніміз латын тілінде кеңесші деген мағынаны білдіреді. Бір жылға 2 консул тағайындалды. Олар үнемі мезгіл сайын ауысып билік құрды. Тіпті әскерге қолбасшылық етті және азаматтық билікке қадағалау жүргізіп отырған. Консулдың кез келген уақытта сенатты шақыруға да құқысы болған. Алайда халық жиналысы үнемі дерлік консулдардың іс-әрекеттерін бақылап отырды. Егерде қандай да бір өрескел іс-әрекеттер болса, дереу арада тыйым салатын. Сонымен қатар халық жиналысы жылына бір рет тағайындалатын магистраттарды да сайлап отырды. Магистраттар істеген іс-әрекеттері үшін ақы алмайтын. Олар негізінен атқарушы үкімет билігін жүргізушілер болды. Оқушылар, жоғарыда біз патрицийлерді Римнің байырғы халқы деп атап өттік. Дәл осы патрицийлердің ақсақалдары кеңес құрды. Ол сенат деп аталған. Сенатта 300 адамнан тұратын. Олардың әрқайсысын сенаторлар деп атайды. Тіпті олар өте ауқатты адамдардан құралған. Олардың әрбір қарастыратын мәселелерде өте күрделі болды. Мысалы, мемлекеттік қаржы және мемлекеттің ішкі қауіпсіздігі, соғыс, бітім мәселелерін үнемі қарастырып отыратын. Ендеше Рим республикасы мемлекеттік құрылысына қарағанда аристократиялық республика деп аталады. Аристократия дегеніміз ауқатты адамдардың билігін атаймыз. Ал енді біз римдіктердің жан-жаққа жасаған жорықтарына да қысқаша тоқталып өтейік. Олар бірінші кезекте 12 ұлыстан тұратын Италия жерін жаулап алу үшін барлық күштерін сала бастады. Тіпті Италия жеріндегі грек қалаларына қауіп төндірген болатын. Осы сәтте бай әрі қуатты болған Тарент қаласының шонжарлары Епир мемлекетінің басшысы Пирден көмек сұрап барады. Пир болса, біздің заманымыздан бұрынғы 280 жылы өз әскерімен Италия жеріне келген болатын. Алайда римдіктермен соғысу барысы кезінде Пир жеңіліске ұшырап, қайтадан Грекия жеріне кетіп қалған еді. Осы сәттен кейін римдіктер Италияны толыққанды бағындырады. Ал олар одан ары қарай металы көп Испаниямен және Сицилия жерін жаулап алуға көшеді. Ал осы сәтте римдіктерге қарсы карфагендіктердің әрекеттері басталады. Жалпы римдіктер карфагендіктерді пундар деп атаған. Сол себепті тарихта Пуни соғысы деген атау қалыптасқан болатын.
Римдіктер мен карфагендіктердің арасында бір емес 3 пуни соғысы өтті. Соның біріншісі біздің заманымыздан бұрынғы 264 және 241 жылдар аралығында болды. Бұл сәтте карфагендіктер жеңіліс тапты. Ал римдіктер болса Сицилияны толығымен өздерінің аумағына қосып алған болатын. Және Сицилия тұңғыш рет Римнің алғашқы провинциясына айналды. Ал екінші пуни соғысы біздің заманымыздан бұрынғы 218 және 201 жылдар аралығын қамтыды. Бұл кезде карфагендіктердің қолбасшысы атақты Ганнибал болатын. Ол өз әскерін 15 күннің ішінде Альпі тауын басып өтіп Италия жеріне алып келді. Біздің заманымыздан бұрынғы 216 жылы тамыз айында Римнің 50 000 әскерін Ганнибал бастаған әскер қырып тастады. Алайда шешуші шайқас біздің заманымыздан бұрынғы 202 жылы Зама жазығында болды. Бұл орайда римдіктер толыққанды карфагендіктерді жеңген болатын. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 201 жылы соғыс тоқтады. Екінші пуни соғысының нәтижесінде карфагендіктер 50 жыл бойы ақша төлеп, сонымен қатар теңіз кемелері мен пілдерді де римдіктерге беріп отырған. Рим болса Испания мен Сицилияны толыққанды өзінің провинциясына айналдырды. Бұнымен соғыс тоқтаған жоқ. Тарихта 3-ші пуни соғысы болды. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 149 және 146 жылдар аралығын қамтыды. Біздің заманымыздан бұрынғы 149 жылы римдіктер Африка жеріне барды. Тіпті Карфаген қаласын қоршаған болатын. Ақыр аяғы римдіктер Карфаген қаласын басып алды. Және де сенаттың тікелей тапсырмасы бойынша Карфаген қаласын қиратып, соққамен тегістеп, егістік алқаптарына айналдырған болатын. Осы сәттен бастап римдіктер шығыс жерорта аймағында жаулап алу үшін барлық күштерін сала бастады. Айтпақшы, батыс жерорта теңізін римдіктер 2-ші пуни соғысының өзінде де қол жеткізген болатын. Ал кезекті мәрте шығыс жерорта теңізінің аймағын толыққанды басып алу Гай Юлий Цезардың тұсында болды десек болады. Жалпы Гай Юлий Цезар біздің заманымыздан бұрынғы 100 және 44 жылдар аралығында өмір сүрді. Оқушылар Рим жерінде жаңадан топтар қалыптасты. Солардың бірі нобилитет еді. Нобилитет патрицийлер мен плебейлер руларының қосылуының нәтижесінде пайда болған топ. Нобилдер үнемі дерлік Рим сенатының толықтырып отырған. Тіпті маңызды мемлекеттік басқармаларға және провинциялар мен армияларда басшылық етті. Келесі топ өкілдерінің бірі салтаттылар. Олар плебейлердің алым-салықты күшейтіп және сыртқы сауданы қол уысына ұстап, өсімқорлықпен айналысқан топ өкілдері болатын. Салтаттылар салық жинаумен айналысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың өзінде салтаттылар қаржы жинау ісімен айналысумен қатар жергілікті ірі жер иелеріне айналған болатын. Римдіктер жаулап алған жердегі халықтарды құл ретінде айдап әкетіп отырды. Құлдар Рим жерінде жер жыртты, егін екті, мал бақты және тағы да басқа ауыр жұмыстарды атқарған болатын. Құлдар күнде 17-18 сағат жұмыс жасады. Құлдардың ішіндегі батыры, жауынгерлік істі жақсы білетіндерді түрме мектептерге апарып тастаған. Ал түрме мектептерінің ішінде әбден машықтанғандарын болса, цирк немесе амфитеатрларда бір-бірімен соғыстырып қоятын еді. Шайқас тәртібі бойынша соғысып жатқан құлдар бір-бірін өлтіруі тиіс болды. Егер кім өлтірсе, оны еркіндікке жіберетін. Бұл тарихта гладиаторлар шайқас деген атпен қалды. Жалпы гладиатор ол гладиос деген сөзден шыққан. Гладиос қылыш деген мағынаны білдіреді. Осындай түрме мектептердің бірі Капуя қаласында орналасты. Онда біздің заманымыздан бұрынғы 74 жылы Спартак бастаған ірі құлдар көтерілісі болды. Бұл көтеріліс біздің заманымыздан бұрынғы 71 жылға дейін созылған болатын. Алғашқы сәтінде Спартак бастаған ірі құлдар еркіндікті талап еткенімен, кейіннен оған кедей шаруаларды келіп қосылды. Осылайша бұл көтеріліс Апеннин түбегін толыққанды қамтыған болатын. Алғашқы сәтінде көтерілісшілер Рим әскерін талқандады. Өкінішке орай кейіннен Брундизия жерінде құл көтерілісін толыққанды римдіктер басып тастады. Спартак өзі қаза тапты. Оқушылар, Рим тарихында өндіруші топ өкілдеріне біз құлдарды және шаруаларды жатқызамыз. Шаруалар әсіресе егіншілікпен және бау-бақша ісімен айналысты. Ол туралы Катон былайша сипаттап айтқан болатын. Диқаншылықтан нағыз ер азаматтар шығып отырды. Егіншілік ең таза әрі ардақты кәсіп болды деп жазып қалдырған болатын. Міне осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ барысында айтылған әрбір мәліметтер мен деректерді дәптерге қысқаша жазып алуды
Видео сабақты бірнеше рет қайталап көруді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.